Топкамен перехож осқам ғой. Міне жағынан қараған соның қазір сырапиласы мен балкысын қойып жатырмын. Міне жақта мынау топканың есігі болады. Сосын қызық нәрсесі лестницаның төбесін бірақ жауып кетті деген ғой. Жігіттер, міне қазір сырапиланың ретін көрсетейін. Мынандай болып шықты міне. Сырапила балкысы. Әдемі болып ортасынан бөлінеді. Мына жағы от жағатын жер. Міне алдында 3 тал 60-тық биік терезелер тұрады осындай. Сосын міне мына ненің лестницаның үстінде жауып кеттім. Мынандай міне темірмен стойка қойдым. 8-де 4-тік темірді міне былай істеп, міне қасына угольникпен бекітіп, міне мынандай ақ әдемі болып шықты. Өзіме ұнады. Сіздерге ұнаса, в общем, комментария жазып кетіңіздер. Міне алдына қосқан 8-де 2,5 қып прихожбен топқа қосылды. Мынау главный ход міне. Міне мына темірден стойкасын осылай. Кейін мінерден перила түседі. Мінерден лестницаға перила өрнектеп, сол мынаның да ішін өрнектеп жібереміз. Әйбет болады. Мына главный ход міне. Сырапилалар былай түсті міне. Астынан чатырын жауып, астынан утеплять етеміз. Сол үшін TikTok парақшама тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Енді биылша сыртқы терезелерін бәрін салуымыз мүмкін. Осылай. Сыртын қаптаймыз. TikTok парақшама тіркеліп кетіңіздер. Лайк басып кетіңіздер.